Жүректегі мұз 40-шы сериясы. Мелек түрмеде отырған мелекке ағасы Нұқ келеді. Мен сені босатамын, барлығы жақсы болады деп. Бірақ мелек жылайды. Аға, мен саған бір нәрсе айтуым керек. Менің аяғым ауыр. Жиһаннан аяғым ауырлап қалды дейді. Сонда Жиһан шынырып, ашуын басына көтереді. Ал мұнда таксин ағасына мұңын айтып отыр Нұқ. Мен енді не істеймін? Қарындасым аяғы ауыр дейді. Жиһан болса комиссарға келіп, мен Мелектің сүйген жігітімін. Маған Мелекті көрсетуге рұқсат бер деп сұрап жатыр. Таксиннің сөзін таситын құлағы бар екен. Ол Жансәлен әулетіндегі осы қызметші қыз екен. Нұқ болса өзінің жұмысын тиянақты атқарып жүр. Барлығына бұйрық беріп, таксин ағасы келіп, мен саған тосын сый дайындадым. Қазір сен күтіп ал менің қонағымды. Әні ол қонағым келді деп таксин мырза айтқан кезде Нұқ қарайды. Ол әрине ғашығы Сибила екен. Нұқ өз көзіне сене алар емес. Ғашығын соншалықты сағынғаны, құшақтап, иіскеп, екеуі осы жерде көз жастарымен қауышып кездесіп жатыр. Ал Мелекке Жиһан келеді. Жиһан, мен сені әлі де сүйем, Мелек. Біздің арамызда болған түнде ештеңе болған жоқ па деп қайталап сұрап жатыр. Мелек ештеңе де болған жоқ дейді. Бірақ шындықты біледі. Кілем сатушының бастығы Сумруды алдап қонақ үйге келді. Жаңадан кілемдер келіп жатыр, көріп келейік деп. Бірақ бар ойы Сумруды құшағына алу еді. Бұл шашы ағарған, сақалы ағарған болса да Сумруды күші жетіп, оны төсекке итермелеп жалғасы бар.